келесі аймақ мұрын аймағы регион назалис дейміз. Жалпы мұрын аймағының өзі топографиясына байланысты сыртқы мұрынға және мұрын қуысына жіктеледі. Енді мына суретке мән беріп қарайтын болсақ, оның шекарасын көре аламыз, иә. Мінекей жоғарғы шекарасы бізде глабелла болып табылады, яғни маңдай сүйектің құрылымы, немесе мына жерде қас үсті доғасының медиалды шеттері, сол медиалды шеттердің арасындағы кеңсірік үсті аймағы деп атаймыз. Ал төменгі шекарасы, жаңа көз асты жерін айтқанда да айтып өттік қой, мына жерде бізде мұрын қалқаны орналасады дедік, сол қалқаннан төмен горизонтальды сызық жүргізсек, бұл бізде төменгі шекара болып табылады. Ал бүйір шекарасы, мына суреттен қарайтын болсақ, мінекей бүйір шекарасы бізде ұрт аймағы немесе мұрын еріннің қыртыстары дейміз, иә. Ал енді келесі қабаттарына тоқталатын болсақ, мұрынның ұшы мен терісі, яғни ұшы мен қанаттарының терісі қалың болып келеді, ал сүйек тұсындағы терісі жұқа болып келеді. Ал тері асты шелмай қабатында қан тамырға бай болып келеді, және бұл жерде мимикалық бұлшықеттер орналасқан, яғни ол мускулус назалис және мускулус депрессор септи деген бұлшықеттер. Енді келесі мінекей мұрын ұшынан бізде танау арқылы мұрын қуысын ашылады, иә, кіреберіс немесе мұрын кіреберісіне ашылады дейміз. Енді бұл жерде дальше тері қабаты кілегей қабатқа айналады. Енді кілегей қабаттың өзінің ерекшеліктері бар. Сіздер оны білесіздер, анатомиядан да физиологиядан да өттіңіздер. Жалпы мұрынның кілегей қабаты көп қатпарлы кірпікшелі эпителийден тұрады. Және бұл жердегі эпителий жұтылған ауаны тазартып, жылытып отырады. Яғни жылыту көбінесе эпителий асты қабатында қан тамырдың көп болуына байланысты. Сіздер білесіздер, жалпы мұрында кілегей қабатында көптеген капилляр орналасады. Сондықтан да мұрын сәл жарақат алатын болса да, ол тез қанап кететіндігі сондықтан. Енді бұл жерде ең маңызды айтылатын нәрсе, ортаңғы мұрын жолының тұсында ауаны жылытатын үңгірлі венозды өрімдер бар деп айтасыз. Яғни плексус кавернози конхарум деп аталады, венозды өрімдер. Бұл венозды өрімдер ауаны жылытады және жаңағыдай мұрын аймағын қанмен қамтамасыз етуге де қатысады. Ал жалпы мұрын аймағын толығымен қанмен қамтамасыз ететін негізгі екі артерия келеді. Ол бізде сыртқы ұйқы артериясының тармағы артерия ангулярис, яғни бұрыштық артерия. Келесі бізде мұрын арқасының артериясы, артерия назалис дози. Ал жекелендіру ол нервус инфраорбиталис пен нервус этмоидалистің арқасында жүреді, және фациалистен келетін тармақтар да бар. Енді келесі біз жалпы топографиясына байланысты бөлдік қой, сыртқы мұрын және мұрын қуысы деп. Енді сыртқы мұрынның өзін сіздер білесіздер, назус экстернус деп атаймыз, және оның анатомиялық бөліктері бар, иә, мінекей. Мына суретке қарайтын болсақ, мұрынның ұшы, бізде мұрын арқасы дейміз, иә, дорзум нози дейміз, апекс нози, мұрын түбірі радикс нози деп атаймыз, және сонымен қатар мына жерде мұрынның қанаты дейміз, иә, алуэнаси дейміз. Ал ауаны жұтатын жерін танау навис деп атаймыз. Танауды, мінекей танау навис. Енді келесі бұл бізде сыртқы мұрынның қабырғасын құрайтын бізде сүйектік бөлігі болады, және шеміршектік бөлігі болады. Қазір мына суретке тағы да жақындап қарайтын болсақ, мінекей сүйекті бөлігін құрайтын бізде екі сүйек бар. Ол өзі мұрын сүйегі, яғни ос насали, және жоғарғы жақ сүйекті маңдайлық өсіндісі, немесе оны процессус фронталис максили дейміз. Мінекей осы екі сүйек бізде сыртқы мұрынның сүйектік бөлігін құрайды. Енді келесі бізде шеміршектік бөлігі. Бұл шеміршекті көбінесе гиалин шеміршектерінен құралады, яғни мұрынның латеральды шеміршегін көріп тұрмыз, мінекей латеральды шеміршегі, немесе катилаго назилатералис десеңіз де болады латынша. Жалпы бұл шеміршек жұп шеміршекке жатады, және пішіні үшбұрыш тәрізді болып келеді. Және осы екі шеміршектің алдыңғы қыры бірігіп, өзара жаңағы дорзум назиді құруға қатысады, иә. Мінекей дорзум назиді құруға қатысады дейміз. Одан кейін мұрын қанатының үлкен шеміршегі бар. Қазір суреттен мінекей үлкен шеміршегі. Дастап қарайтын болсақ, үлкен шеміршегі катилаго аларис майер дейміз. Бұл мұрынның сыртқы тесігі, жаңағы танау наристі құруға қатысатын жұп шеміршек болып табылады. Одан кейін мұрын қанатының кіші шеміршегі, иә, мінекей мұрын қанатының, мұрын қанатының кіші шеміршектері. Олар бізде негізінен жаңағы қанаттың үлкен шеміршегінің арасында орналасатын 2-3 ұсақ шеміршек болып табылады екен. Сонымен қатар мұрын қуысының ішінде бізде аралық шеміршек бар. Енді мына жерде ол
көрсетілмепті. Бұл аралық шеміршектің жаңағы қызметі ол тақ шеміршек болып табылады және төртбұрышты болады да, ол торғын сүйектің перпендикуляры табақшасымен желбезекпен шектесіп жатады. Мінекей мына жерде носовая перегородка деп жазылып тұр ғой, мұрын қалқаны. Осы қалқаннан былай алдыға қарай келетін тік төртбұрышты. Мысалы, так, ана суреттен қазір. Бұл жерде сол. Так, келесі суретін шықса көрсетем. Жалпы бұл жерде сіздер анатомиядан жаңа атлас кітаптары болса тоже қарай бастаңыздар болады. Шеміршектерді. Келесі тағы да қосалқы бірнеше шеміршектер болады. Ол сыртқы пішіні өзгеріп тұратын, және осы үлкен шеміршектердің арасында орналасады екен. Осы күрделі аймақ мұрын қуысы кавитасынасы. Енді мұрын қуысының өзі алдыңғы шекарасы бізде навестен басталады, мінекей танаудан алдыңғы шекарасы басталады. Ал артқы шекарасы бізде хуан тесігі болып табылады. Қазір мына жерден хуан тесігін қарайтын болсақ, скелеттен. Мінекей 10-шы номермен тұрған хуан тесігі. Бұл тесік арқылы мұрын жұтқыншақпен байланысады, және осы жерде жұтқыншақтың мұрындық бөлігі орналасады. Ал олардың ортасында мұрын қалқасын көріп тұрмыз. Мұрын қалқасы мұрын қуысын оң және сол жаққа қарай бөліп тастайды. Ал жоғарғы шекарасы бас сүйектің негізіне жатады, ал төменгі шекарасы бізде ауыз қуысы болса, осы ауыз қуысының жоғарғы қабырғасы мұрын қуысының төменгі шекарасы болып табылады. Енді шекараны түсіну үшін жалпы жаңағы екінші курстағы лекцияларды қайталап шықсаңыз болады. Келесі біз мұрын қуысының бөліктеріне өтеміз. Мұрын қуысының өзі екі бөліктен тұрады, ол кіреберіс бөлігі және меншікті қуыс бөлімі. Кіреберіс бөлігінің өзі, қазір мінекей мына суреттен қарайтын болсақ, мына бөлім шамамен осы бөлік бізде кіреберіс бөлік деп аталады. Бұл бөлікте жаңа айтып өткенде көптеген тер бездері, шаштар, әртүрлі эпителий кірпікшелері орналасады. Ал дальше қалған көп бөлікті алып жататын ол бізде мұрын қуысы, яғни меншікті мұрын қуысы дейміз. Кабум нази жаңағы проприум деп аталады. Енді бұл меншікті мұрын қуысының өзін қабырғасы сыртқы мұрынның бет сүйектерінен құралады. Енді осы меншікті мұрын қуысының қабырғасының сүйектеріне тоқтасақ, яғни қандай сүйектерден құралады? Жоғарғы қабырғасы, міне суретте көріп тұрғандай, ос назали мұрын сүйегі, мына жерде конха назалис, яғни жоғарғы мұрын қалқаны, бұл бізде торғын сүйектің пластинкасына сәйкес келеді. Мына жерде маңдай сүйекті көріп тұрмыз, мына жерде сына тәрізді сүйектің денесін көріп тұрмыз. Міне осы сүйектер жоғарғы шекараны құрауға қатысады екен. Ал төменгі шекарасын құрауға қатысатын бізде қатты таңдай, мінекей перпендикуляр табақшасы қатты таңдайдың және жоғарғы жақ сүйектің таңдайлық өсіндісі. Жоғарғы жақ сүйек таңдайлық өсіндісімен таңдай сүйектің перпендикуляр табақшасы төменгі шекараны құрады. Ал латеральды шекараны құрайтын, мінекей бізде бәрі латеральды шекара, оны құрайтын сүйектер өте көп. Ең біріншіден жоғарғы жақ сүйек көріп тұрмыз, қызғылтпен, жоғарғы жақ сүйектің мұрындық беті құрайды. Мынау бізде мінекей таңдай сүйектің перпендикуляр табақшасы тоже латеральды шекараны құрауға қатысады, және көз жас сүйегі, осы лакримали, мына жерде көз жас сүйегі берілмепті, жалпы көз жас сүйегі тоже құрауға қатысады. Ос назали, мінекей мұрын сүйегінің кішкентай бөлігі тоже латеральды шекараны құрауға қатысады, және торғын сүйектің бізде табақшасына сәйкес келетін, міне көріп тұрмыз, middle конха дейді, яғни мұрынның ортаңғы қалқаны және мұрынның төменгі қалқаны. Енді мына жерде мұрын қалқаны айтқан кезде естеріңізге сақтап алыңыздар, бізде мұрын қалқаны үшеу ғой, жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Осы төменгі мұрын қалқаны жеке сүйек болып табылады. Ал мынау ортаңғы және жоғарғы мұрын қалқаны ол бізде торғын сүйектің бөлімдері болып табылады. Мінекей осы сүйектер бізде латеральды шекараны құрауға қатысады екен. Ал медиалды шекараны құрауға қатысатын жаңа айтып өткен мұрын қалқасы, яғни мұрын қуысын екіге бөліп тұратын септум нази болып табылады. Енді жаңа айтып өттік, үш мұрын қалқаны болады дедік, мінекей жоғарғы, ортаңғы және төменгі. Енді осылардың арасында бізде үш мұрын жолы өтеді екен. Жоғарғы мен ортаңғының арасындағы жолды біз жоғарғы мұрын жолы дейміз. Мінекей осы аймақ жоғарғы мұрын жолы деп аталады. Енді бұл жерде сына тәрізді сүйектің қойнауы мен торы ұяшықпен байланысатын жол болып табылады екен. Яғни сына тәрізді сүйектің қойнауын ашылады. Одан кейін келесі ортаңғы мұрын жолы. Бұл ортаңғы қалқан мен төменгі мұрын қалқанның арасынан жүреді. Осы екеуінің арасындағы мұрын жолы деп аталады. Енді бұл жерде бізде маңдай қойнауы, жоғарғы жақ сүйек, яғни гаймор қойнауы, алдыңғы ортаңғы торы ұяшықтармен байланысатын жол болып табылады. Қазір ол ұяшықтарға тоже тоқталамыз.
Енді келесі төменгі мұрын жолы. Ол бізде төменгі мұрын қалқан мен таңдайдың арасында. Мынау бізде төменгі мұрын қалқаны, мынау бізде таңдай болса, осы екеуінің арасындағы мына кеңістікті жолды көріп тұрмыз ғой. Міне осы бізде төменгі мұрын жолы болып табылады. Бұл жерге мұрын көз жасы өзегі ашылады, және дальше мынау күрек тістерге ашылатынын көріп тұрмыз. Күрек тіске ашылатын өзек бар. Осы өзектер төменгі мұрын жолына ашылады деп айтсақ болады. Мінекей қайтадан қайталап өтсек, төменгі мұрын жолы, ортаңғы мұрын жолы және жоғарғы мұрын жолы. Жоғарғы мұрын жолына мына жолға бізде сына тәрізді, сына тәрізді сүйек болса, сол сына тәрізді сүйектің қойнауына ашылады дейміз. Ал ортаңғы мұрын жолы гаймор қойнауына ашылады, маңдай қойнауына ашылады және торлы ұяшықтарға ашылады. Ол төменгі мұрын жолы болса, көз жасы өзегіне және күрек тістің өзегіне ашылады деп айтамыз. Жалпы осы. Енді келесі тоқталатын нәрсе ол бізде мұрындағы қойнаулар. Қазір тоқталамыз. Мінекей картина болу керек. Мына суретке жақсылап мән беріп қарайтын болсақ, мінекей маңдай қойнауын көріп тұрмыз. Мына жерде үлкен гаймор қойнауын көріп тұрмыз. Ал мына жақта сына тәрізді қойнау және торлы жаңағы сүйектің қойнауларын көріп тұрмыз. Енді бұл қойнаулардың мұрын жолдарымен байланыстырып айтсақ, мысалы маңдай қойнауы біз жаңада айтып өттік, ортаңғы мұрын жолына ашылатын қойнау ол бізде маңдай қойнауы дедік. Мінекей маңдай қойнауы ортаңғы мұрын жолына инфендибулум қиғыш арқылы ашылады. Ана жерде қиғыш арқылы. Одан кейінгі тор сүйектің ұяшықтары, мінекей кішкентай решетчатая пазуха деп тұр ғой, сол бізде тор сүйектің ұяшықтары болып табылады. Ол тоже ортаңғы мұрын жолына ашылатын ұяшық қойнау болып табылады. Енді келесі ең үлкен қойнау бар, ол бізде әрине гаймор қойнауы. Гаймор қойнауы, енді әрине маңдай қойнаудан үлкендеу, гаймор қойнауы өте маңызды бұл жерде. Гайморит жиі болып жатады, қабыну процестері. Енді гаймор қойнауының тоже бізде ортаңғы мұрын жолынан ашылатын қойнау, оның биіктігі 2-4-3 см болып келеді, және ені 1,5-3 см құрайды дейміз. Сол жақ қойнау оң жаққа қарағанда үлкендеу, мінекей қойнау оң жаққа қарағанда үлкендеу болып табылады. Және оның 4 қабырғасы болады. Бірінші медиалды қабырғасы мұрынның латералды қабырғасына қарайды, одан кейін латералды қабырғасы ол беттік бөлімге қарайды, ал жоғарғысына көз ұяның жаңағы астына қарап тұрады, ал артқысы төменгі жақ сүйектің тіс түбіріне қарайды. Яғни осындай шекарасы болады. Келесі бізде анау мұрын көз жас өзегі, көзден ағатын жаңағы сұйықтықты бізде мұрынға қарай өтетін көз жас өзегі болады. Оны өткен сабақта видеоларда тоже көрсетіп айттық. Бұл өзек арқылы бізде көз жас сұйықтығы өтеді дейміз. Яғни ол төменгі мұрын жолына ашылады екен. Келесі сына тәрізді қойнау, мынау клиновидная пазуха деген сына тәрізді қойнау, ол жоғарғы мұрын жолына ашылады. Сонымен достар, біз мұрын аймағы туралы лекциямызды аяқтадық. Жалпы мына жерден тоже өздеріңізге конспект жазып алсаңыздар болады. Міне мұрын жолындағы қойнауларды, яғни қандай мұрын жолына қандай қойнау ашылады. Бұл өте маңызды тақырыптың бірі. Яғни бұл жерде неліктен маңызды десек, осы қойнауларда патологиялық қабыну сұйықтықтары жиналып қалуы мүмкін. Және ол әртүрлі жаңағы мысалы гаймор қойнауында жинаса гайморит дейміз, жаңағы синуста синусит дейміз. Енді көп қой енді. Осы қойнаулардың сол үшін қай жерде орналасатындығын біліп жүрген дұрыс. Осымен достар, лекция түсінікті болды деген ойдамын. Және егер де осы лекцияны алғыңыз келсе, төменде телеграм каналға ссылка қалдырып кетемін, соған жазсаңыздар болады. Және келесі видео сабақ ауыз аймағы туралы YouTube каналға міндетті түрде жүктеледі. Аман сау болыңыздар.